Иә қыздар, әлі де 1000 теңгеге торт дайындауға болады. Құрамындағы заттары 1000 теңгеге ғана шығатын ең бюджетный, ең дәмді тортты бірге дайындайық. Заварной кремін дайындау үшін жұмыртқаға қант қосып жақсылап араластырамыз. Ванилин, жүгері, крахмалын, бөлме температурасындағы сүтті құйып тағы да араластырамыз. Жақсылап. Енді пешіңіздің ыңғайына қарай баяу отқа қоямыз. Қатты қызатын болса, ең азына қойыңыз, қызуын тоқтатпай әбден қоюланғанша араластырып тұрамыз. Менде шамамен 5 минутта кетті. Осылай қоюлана бастаған кезде сары май қосып, тағы 1-2 қайтара араластырып жібердім. Енді ыдысқа құйып алып, бөлме температурасына қалдырамын. Осылай бетін жауып қойдым. Корждарын дайындау үшін жұмыртқаға қант қоса отырып миксерледім. Біздің массамыз ағарып, ұлғаяды. Сол сәтте сұйық май құйып, тағы 1 қайтара миксерлеп, ұн және қопсытқыш қосып, жұмсақ қамыр дайындап, 4 коржға бөлеміз. 1 коржын мен бетіне себетін боламын. Және пирогқа арналған формаға май жағып, соған қамырымды қолмен жазып салып, 180 градуста 15 минуттай пісіріп аламын. Піскен соң пышақтың көмегімен немесе төңкерсеңіз, өзі тез оңай түсіп қалатын болады. Әрине корждар қатты болып шығады. Біраздан кейін басында жұмсақ болады. Осылай тортымды жинадым. Ортасына аямай кремін сала отырып, тортымызды жинап болған соң, сөніп тұрған жаңағы жылы пешке бір салып аламыз. 1-2 сағатқа. Жаңа біз корждарын пісірдік қой, сөндірдік. Сөнген кезде де іші жылы болып қалды, иә. Соған 1-2 сағатқа жіберіп аламыз. Сонда жүп жұмсақ болып шығады.